Тарихымыздың қасіретті беттері, саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандары әрқашан біздің жадымызда. Оқушылар, сіздердің назарларыңызға осы саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған жанды музейімізді ұсынамыз. Бұл екі экспозициядан тұрады. Бірінші экспозиция алаш қайраткерлерінің репрессияға ұшырауы, екінші экспозиция ашаршылыққа ұшыраған әйел адамдар мен балалар Алжир лагерлерінде зорлық-зомбылық көрген әйел адамдарға арналады. Ақ болсын, қызыл болсын, маған бәрібір. Мен қазақ мүддесін көздейтін үкіметті ғана жақтаймын. Тірі болсам, хан баласында қазақтың хақысы бар еді. Қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Әрбір адам шенеулік болуы мүмкін, бірақ әрбір шенеулік қазақ бола алмайды. О жаратқан ием, ұрпағымыздың күні не болмақ? Аштан аш, жалаң аш, туған жерімізді, туған өлкемізді қайда тастап, қайда паналаймыз? О жаратқан ием, бұл туған жерімізді тастап, қай жерге паналап балаларымызды қайда апарамыз? Күйеуімді өлім жазасына кеткен кезде мен өзімді жүрегім жарыла жаздады, өзімді қоярға жер таппадым. Сол бір күн, азапты күні, сол қараңғы жерде, қараңғы салқын жерде, тамақ жоқ жерде басталды. Сол отыратын жеріміз қамыстан жасалған, қараңғы отыратын жеріміз, балаларымызды құшақтап, балаларымызды жылытып отыратын едіміз. О жаратқан ием, бұл күнді ешкімге туғызбасын. Апау, қарным ашты, тонып бара жатырмын. 31 мамыр Қазақстан қоғамы үшін әрі қасиетті, әрі қасіретті күн. Қасіретті болатыны ел ішінде 20 ғасырдың өн бойында жалғасқан саяси қуғын-сүргін ызғарымен түсіндіруге болады. Қасиетті болатыны 3 ғасырдан астам уақытқа созылған тәуелсіздік жолындағы күрестің соңғы құрбандары осы нәубеттерден зардап шеккен болатын.